Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 43-ші бөлім таңқурай. Раушангүлділер тұқымдасының бір түрі. Жемісінің құрамында қант, пентон, органикалық қышқылдар, С, А, В витаминдері және де хош иісті заттар бар. Таңқурайдың құрамында адам ағзасы үшін пайдалы заттар өте көп. Атап айтқанда, аскорбин қышқылы, глюкоза, органикалық қышқылдар, спирттер, кетондар, ақуыздар, пектиндер, азот қоспалары, илік заттар, С, А, В топ дәрумендері. Таңқурайдан жасалған қайнатпаны дене қызуын түсіруге, несеп жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іштің ауруына, қант диабетіне және де өт айдауға пайдаланады. Гемоглобин мөлшерін арттыру, қан тоқтату, суық тигенде дене қызуын басуға, ішті тоқтатуға, қаназдыққа, жүйке ауруларына және бронхит пен жөтелге қарсы қолданылады. Таңқурайдың ем болатын аурулары және қолданылуы. Қарттар денесінің әлсізденуіне, несептің дамыл-дамыл келуіне, таңқурайдан 15 грамм, сары миядан 15 грамм, жаужамырдан 10 грамм, тәует сіркесінен 10 грамм, лүңгуден 15 грамм, бұғы мүйіз желімі 10 грамм, әлбұршақтан 10 грамм суға қайнатып ішеді. Бала шыжыңына таңқурай, тәует сіркесі және айноланың әрқайсысынан 10 граммнан суға қайнатып ішеді. Белсіздікке, шәуһаттың тоқтамауына, көбінесе тәует сіркесін және тұңғиық гүл жіпшесін қосып қолданады. Бауыр қабынуға таңқурай тамырынан 50 грамм суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері тұқымынан 4,5-10 грамм, тамырынан 1,5-3 грамм аралығында. Тіпті таңқурайдың тамырының да өзіндік пайдасы бар. Жаз және күзде тамырын қазып алып, топырақтан тазартып, тамыр қабығын сындырып тастап кептіреді. Таңқурай тамырының ем болатын аурулары: қан құсуға, анустан қан шығуға, ақ кірге, іш өтуге, шәуһат тоқтамауға, қан сорғалап тоқтамауға, балаларға қызыл шығып айыққаннан кейінгі қотырға және қышыма қотырға, тұмауға, созылмалы іш ауруға және де безгекке ем болады. Осы видео ұнаған болса, келесі пайдалы видеоларды өткізіп алмау үшін арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.